Ассалаумағалейкум. Бір сәтке ойланып көрейік. Арамызда кеше ғана намазға келіп, бүгін намаз оқымайтындарға мұрнын тыжырайта қарап, ал енді кәпір көрсе, аузу билля аулақ жүрші деп паңданатындар бар, Олар ойлайды ау деймін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам намаз оқымайтындарды, кәпірлерді жек көрді деп. Шынымен солай ма? Егер ол адамдарды жек көрсе, ислам діні қалай тарады? Ол дайын иманды адамдарға келді ма? Жоқ. Ол пұтқа табынатындарға, қарсы шыққандарға, мазақ еткендерге, соққы бергендерге келді. Егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адамдарды жек көрген болса, ол исламның алғашқы күндерінде қарғыс айтып, бәрін жойып жіберер еді. Бірақ ол ондай болған жоқ. Ең ауыр сәттердің бірі, өздеріңіз білесіздер, Таиф оқиғасы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Таифке үмітпен барды. А олар не істеді? Балаларын айдап салып, таспен ұрды. Аяғы қанға боялды, денесі жараланды, жүрегі ауырды. Қатты қиналды. Сол кезде бір бақта отырған кезінде оның қасына Жабир алейхиссалам келіп, «Я Расулалла, егер қаласаң, мына қаланы жермен жексен қылып жіберейін» деді. Ойлаңыздаршы. Егер иә десе, жермен жексен қылады деді. Ол жерде иманды адамдар бар ма еді? Жоқ. Кәпірлер тұғын. Оған жамандық жасаған адамдар тұғын. Күлең. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не деді? Ол кек сұрамады, ол қарғыс айтпады. Пайғамбарымыз былай деді: жоқ деді, мүмкін олардың ұрпағынан Аллаға құлшылық ететін адамдар шығар деді. Сол сәтте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бүгінгі күнде емес, ертеңгі күнде емес, әлі дүниеге келмеген адамдар жайлы ойлады. Ойлаңыз. Мүмкін оның ұрпағынан біреу шығар деді. Міне бұл. Мен әлемдерге рахым ретінде жіберілді деген сөздің шынайы көрінісі. Алла тағала Құранда не дейді? Сені біз бүкіл әлемге рахым етіп жібердік дейді. Тек мұсылмандарға ғана емес, барша адамзатқа. Егер сол күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жойыңдар десе, Алланың бұйрығымен қала жермен жексен болар еді. Бірақ онда ол ұрпақтар болмас еді. Ол жүректер исламға келмес еді. Бізге бұл ұлы сабақ қалмас еді. Бүгін Таиф әлемдегі ең дінге берік қалалардың бірі. Бұл ненің нәтижесі? Рахымның, сабырдың, мейірімділіктің жемісі деуге болады. Ендеше, бауырларым, өзімізге сұрақ қояйықшы. Біз бұл өмірде немен қозғаламыз? Ашумен қозғаламыз ба? Өшпенділікпен бе? Өзімізді өзгеден жоғары көрумен бе? Жоқ, әлде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сияқты адамды емес, күнәні жек көріп, адамға үмітпен, мейіріммен қарауды қолға аламыз ба? Мейіріммен қарай аламыз ба? Ойланайық. Алла тағала бізді пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның мінезіне ұқсаған құлдардан етсін деп тілеймін. Амин.